Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзім қолданатын жылқының ішек қарынының иісін кетіру әдісімен бөлісетін боламын. Өте керемет результат көрсетеді. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Міне бізде мына жерде жылқының қарны және де қартасы. Бұл жаңағы ішек қарнын аршыған кезде әбден тұзға, суға жақсылап жуылған. Енді кезде біздегі мақсат иісін кетіру. Осылай суға саламыз да үстінен магазиндерде осындай лимонный сок немесе осындай лимонный соус деген сатылатын болады. Содан бір 150-200 граммдай қосатын боламыз. Жалпы осындай мөлшерге осындай қосу керек деген қатып қалған рецебі жоқ. Өздеріңіз көз мөлшермен қоса бересіздер. Мен шамамен 150 граммдай қостым. Қазір осыны үстен осылай құямыз да қолымызбен жақсылап біркелкі етіп араластырып шығатын боламыз. Барлық жеріне тию керек. Және де осы суда бір 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Қарын қартаның сыртында қолға жағымсыз тайғанақ бір сұйықтық болады ғой, соны жақсы алады және де кәдімгідей иісін кетіретін болады. Міне осылай бізде 20 минут тұрды. Енді 20 минуттан кейін жақсылап қолымызбен осылай езіп жуып алатын боламыз. Бұл әдіспен тек қана жылқының қарын қартасын ғана емес, сонымен қатар қойдың және де сиырдың да ішек қарындарын жуып алсаңыздар болады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай қолдан сырғып кетпей жақсы ұсталатын болады. Сырты толығымен осылай жуылып шықты. Өздеріңіз де көріп отырсаңыздар суларымыз кәдімгідей кіріледі. Барлығын осылай жуып алатын боламыз. Кейін ағынды судың астында тастай сумен тағы да бір рет әдемілеп тұрып жуып шығамыз. Міне осылайша ағынды судың астында немесе көп мөлшердегі суға жақсылап тұрып жуып алатын боламыз. Енді келесі видеода сіздерге осы қартадан қазы жасауды және де жылқының қарнынан рулет жасауды көрсететін боламын. Сондықтан каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар және де қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне осымен біздің қарындарымыз тап-таза болып шықты. Осы әдісті жасап көріп жатсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер және де өз әдістеріңізбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.